Ассалаумағалейкум достар. Қазақстан ұлттық құрамасының солтүстік Македонияға қарсы ойыны, сырт алаңдағы ойынына өте азғантай уақыт қалды. Бір күндей уақыт қалды. Ертең, Құдай қаласа, енді бүгін шығар, видеоның шығуына байланысты сырт алаңда ойнайды. Солтүстік Македония құрамасы өткен матчта Бельгиямен сырт алаңда тең ойнады. Енді кереметтей терезесі тең ойын көрсетті деп айта алмаймын, бірақ өте жақсы, өте мығым қорғанып шықты. Бұл да не деп айтуы мүмкін бізге, яғни сырт алаңда Қазақстанға жеңіл болмайды бұл ойын. Өте ауыр ойындардың бірі болғалы отыр. Не де болса көре жатамыз матчты. Енді бірақ бұл видеода көргеніңіздей, оқығаныңыздай кішкене пессимизмға толы сондай видео болғалы отыр. Яғни не? Қазақстан ұлттық құрамасы ешқашан деп айтамыз ба? Жоқ, ешқашан демек, бірақ алдағы 10 жылда неліктен әлем чемпионатына, Еуропа чемпионатына шыға алмайды. Осының бірнеше себептері бар. Соны талқылап өтек. Видео өте қысқа болады деп үміттенемін. Сіздер әзірге төменге пікірлерге жаза кетіңіздер, өздерінің ойларыңызды лайк баса кетіңіздер, келіссеңіздер, келістім деп жазыңыздар, келіспесеңіздер, неліктен келіспегендеріңізді жазыңыздар, бірге талқылайық. Ал біз бастап кетейік. Сонымен, Қазақстан ұлттық құрамасы өткен Лихтенштейнге қарсы ойын көрдік. Оған мен обзорда жасаған едім, тактикасын түсіндірген едім. Ойын жалпы қалай өрбіді, Қазақстан ұлттық құрамасы ол ойында да ұтып шықса да, жалпы түзейтін нәрселер өте көп екендігі, минустары өте көп екендігін айтып өттім. Менің бұрынғы осының алдындағы видеомды көрмесеңіз, мына жерден шығу керек, сілтеме қазір шығып қойған шығар. Болмаса осы видеоның астында төменінде қалдырып кеттім сілтемесін, сол сілтемеге өтіп қарап шықсаңыздар болады. Әлбетте осы видеоны көргеннен кейін ол жерде де айттық, неліктен Қазақстан сол ойында кішкене енді есеп біздің пайдамызға болса да нашарлау ойнаған және қай тұстарда нашарлау ойнағанын айтып өттік. Менің бұл жерде сөз қозғағым келіп отырғаны біздің жастар құрамасы, балалар құрамасы, жасөспірімдер құрамасы, жалпы Қазақстанның балалар футболы туралы. Міне осы аспекттер ғой, жалпы Қазақстанның алдағы уақытта футболшылары жақсы деңгейге шыға ала ма, жақсы ойын өрнегін көрсете ала ма, және Қазақстан ұлттық құрамасының Еуропа алаңында, әлемдік футбол алаңдарында әлеуеті бола ма, жоқ па, сол балаларымызға байланысты. Ал жастарымыз, жасөспірімдеріміз, балаларымыз не істеп жатыр? Осыдан бірнеше күндер бұрын не істеді? Біздің U21 жасқа дейінгі жастарымыз Андорраға барды да, сол жақта ой сырай ұтылмаса да жеңіліп қалды. Андорра футболда бір үлкен сондай гранд командалардың бірі ме? Әлбетте жоқ. Әлбетте ондай емес. Андорра Қазақстанмен терезесі тең футбол ойнайды деп айтқым да келмейді, бірақ соңғы жылдары сондай деп болып бара жатыр енді. Бұл біздің құлдырап бара жатырғанымыз ба, жоқ Андорраның дамып келе жатырғаны ма, білмедім. Яғни футболымыз бір шамамен бірдей болып қалып жатыр. Мен сол ойынды тікелей эфирден көрмедім, бірақ кейін шолуын қарадым, кейін басқа да сарапшылардың, бапкерлердің осы ойын туралы айтқан пікірлерін оқыдым. Шолуды өзім бірнеше рет қарап шықтым. Ойыннан түйгенім, бұл жерде де біздің ойыншыларда не қарапайым қателіктер өте көп. Жарайды, енді бұл ойыншылар жас ойыншылар болғандықтан бұл қателіктерге қатты назар аудармауға болатын шығар, бірақ соның өзінде де бұл ойыншылар кәсіби футболшылар, кәсіби футбол командаларында ойнайтын ойыншылар. Бұндай қателіктерді жіберетін болса, демек қателік кезінде бұл ойыншыларды дайындаған кезде, яғни балалар футбол деңгейінде кеткен. Бұл ойыннан не түйдім? Өте ауыр ойын болды Қазақстан футболшылары үшін. Қазақстан футболшыларының көзінен мен от жігер көрмедім. Тырысайық, талпынайық, бұл масқара ғой, бұл жеңілу деген, бұл жерде тіпті тең ойын өріп жатқан кезде де бұл негізі бір ойға қонымды нәрсе болып жатқан жоқ. Я сырт алаңда ойнап жатырмыз, я алаң бізге бейтаныс, бірақ соның өзінде де бұл Андорра құрамасын жеңіп шығуымыз керек деген сынды бір енді бір жігер болу керек қой, адамның ішінде сондай бір күш, сондай бір жаңағы мотивация болу керек қой. Бірақ ойыншыларда сырт көзге қарағанда бұл көрінген жоқ. Бұл менің өзіме солай көрінді. Яғни ойыншылар ойнағысы келмей ойнаған сияқты болды. Одан бөлек
ойынның ішіндегі жаңағы шешім қабылдау жағынан да өте үлкен қиындықтар, креативте жоқ. Ойын өте баяу, ойыншыларымыз баяу, 3 пас 4 пастан кейін артық пас бере алмайды. Бұл деген сұмдық, негізі үлкен сұмдық. Кәсіби ойыншы, кәсіби команда алаңда допты өзіне қайтарғаннан кейін 4 пастан артық жасай алмай доптан айырылып қалып жатса, және ол пастардың өзі де бір нақты емес, дөп емес, допты қабылдаған кезде де қателіктермен орын алып жатса, бұл ойыншылардың кәсібилігіне үлкен сұрақ қоюға болады негізі. Жарайды, ұтылып қалдық. Бұның артында енді кінәлі адамдар бар ғой. Кінәлі адамдар кімдер? Жалпы біздің Қазақстан футбол федерациясының осы соңғы жылдары қалай жұмыс жасап жатқанын мен айтпасам да сіздер өте керемет білесіздер. Қандай адамдар басқарып отырғанын білесіздер. Марат Омаров дейтін кісіге мен әуел бастан разы емеспін. Қазақстан кубогының финалы болған кезде, марапаттап жатқан кезде де оның қаншалықты футболдан алыс адам екені көрініп қалды. Тіпті қарапайым алқаларды, жеңімпаздарға деген алқаларды мойындарына таға алмады ғой. Қолдарына ұстатып беріп жатыр. Бұл енді білмеймін, футболдың ішінде жүретін адамның тірлігі емес. Көптеген адамдар айтып жатыр, енді бәлкім рас, бәлкім өтірік, бірақ расқа ұқсайды. Футболды біздің Қазақстанда Марат Омаров емес, Давид Лория және оның жанындағы оның өзінің батырлары бастап жүр, басқарып жүр деп. Солай да шығар. Бұл енді жақсылыққа апармайды. Біздің жақсылыққа апармайды дегенде Лория жақсылыққа апармайды емес, оның басқарып жатырған, осы жасап жатқан жұмыстары деп айтайықшы. Енді ұлттық құрамаларға келейік. Біздің ұлттық құрамалардың жалпы координаторы ретінде, үйлестіруші ретінде біздің қазақ футболының аңызы деп айтсақ қалай болады екен? Руслан Балтиев дейтін азамат басқарады. Бұл кісі Сочиде тұратын азамат дейді, отбасы сол жақта тұрады, тіпті Ресей азаматы дейді. Солай болса солай да шығар. Бұл кісі Магомед Адиевтің кезінде оның штабында болған, жаттықтырушылар құрамында болды, жүрді, команданы баптады. Одан кейін осы ұлттық құраманың ұлттық құрамалардың басқаруға тағайындалды. Қаншалықты сәтті жұмыс жасап жатыр? Менімше өте сәтсіз жұмыс жасап жатыр. Бұл жерге біздің футболды басқаруға, біздің футболды жаттықтыруға, ұлттық құрамаларға жауап беруге, ойлаңыздар, Молдовадан адамдар шақырып жатыр, молдовалық мамандарды. Молдова сондай Қазақстаннан қатты өрге кетіп қалған, дамып кеткен мемлекеттердің бірі ме, футбол державалардың бірі ме? Әлбетте олай емес. Біз легионерлерді шақырсақ, сапалы легионерлерді шақыру керекпіз. Бұл тек қана ойыншыларға қатысты емес, мамандарға қатысты. Егер ол адамдар біздің жергілікті мамандардан, жергілікті ойыншылардан, бапкерлерден, функционерлерден әлеуеті жоғары болмайтын болса, олардан біліктірек білім болмайтын болса, ондай мамандардың бізге пайдасы қанша? 4 есе артық ақша төлейсіңдер, ал жасайтын жұмысы біздің жергілікті мамандардан кем, тіпті асып түспейді ешқалай. Ондай адамдарды алып келудің пайдасы не? Жастардың, балалар ұлттық құрамасында да дәл сондай былықтар толып жатыр, кәдімгідей өрбіп жатыр, өршіп жатыр. U15 ұлттық құрамамыз, балалар құрамасы Өзбекстаннан ұтылып қалды. Бізде көптеген адамдар, ой, өзбектерден ұтылып қалды деп жатыр. Енді Өзбекстанның футболы дамып жатқанын, қатты дамып кетті деп айтпаймын, бірақ дамып жатқанын барлығымыз білеміз. Өзбекстан футболының жетістіктері өте керемет. Бірақ 15 жастағы балалар, енді білмеймін, енді бұлар жанып тұру керек. Бұл балалар кәдімгідей елім деп тұру керек, бірақ өз алаңымызда Өзбекстаннан ұтылып қалдық. Бұл да ненің көрсеткіші? Бұл біздің ұлттық құрамаларда, олар жаққа жалпы ұлттық құрамаға іріктеу дейтін, селекция дейтін мәселеде үлкен сұрақтар бар екендігінің көрсеткіші. Менің естуімше, білуімше, кейбір жас ойыншылармен тіпті өзімде сұхбаттастым. Бұл ойыншылар енді айтады, ұлттық құрамаға баратын адамдардың жағдай белгілі ғой деп. Кейбір сарапшылар да айтады, яғни кім барады, қалай баратын барлығымыз біліп отырмыз деп. Күні кеше барлығымыз Дінмұхамед Қашкен қалай ұлттық құрамаға шақырылды, неліктен шақырылды, кім арқылы шақырылды деп сұрақ қойдық қой, дау-дамайға түсіп. Дәл осындай мәселе айтылмаса да балалар футболында болып жатыр. Яғни жеңіліс жарайды, футболда жеңіліс те болады, жеңіс те болады, тең нәтижеде болады, ұзақ уақытқа созылып кеткен жеңіліс сериясы да болады. Бұның барлығы футболдың ережесі, бірақ алаңда ұтылу деген бар. Футбол ойнап жатып ұтылу деген мақұл, ол қабылданады.
бірақ футбол ойнамай, футбол ойнауға құлшыныс білдірмей және алаңның тысында селекция жасауда, команданы жасақтауда, команданың бапкерлерін жасақтауда ұтылып қалу, ол жерден бастап сондай қате шешімдер қабылдау, бұл кешірілмейтін дүние. Видеоның обложкасында да жазылғандай, видеоның өзінің атауында да жазылғандай, Қазақстан ұлттық құрамасы әлем чемпионатына, Еуропаға шыға алмайды. Неліктен? Осы кадрлық мәселелерді шешпейінше, білікті адамдар өзінің орындарына келмейінше. Жарайды, былай айтуы мүмкін, басшыларымыз былай жауап беруі мүмкін. Жергілікті мамандардың біліктілігі жетпейді, сондықтан ұлттық құраманы басқару үшін шетелден адамдарды шақырамыз деп. Егер біздің мамандардың біліктілігі жетпейтін болса, онда біздің мамандардың біліктілігін арттыруға тырысайық. Біздің футболдық бапкер деген лицензия алудың өзі үлкен масқара. Бұндай былықтардың шет жағасында мен өзім УЕФА бапкерлер категориясына, С категориясына оқып лицензия алуға тырысқан кезімде де, сол кездің өзінде де сондай былықтардың куәгері болдым. Сондықтан да өзім көргеннен кейін айтып отырған, яғни бапкерлеріміздің біліктілігін арттырмаса, ол бағытта жұмыс жасамаса, ол бапкер қалай дамиды, ол бапкер қалай көтеріледі? Балалар футболындағы бапкерлердің жалақысы тіпті күлкілі, өте күлкілі. Адамдар балаларды жаттықтырады, кейін көлігі барлар такси болады, көлігі жоқтар доставка болады, тағы басқа 3-4-5 футбол мектептерінде бапкер болып жұмыс жасайды. Адам ондай режиммен жұмыс жасағаннан кейін өзінің негізгі жұмысында, яғни футбол орталықтарында нәтиже шығара алмайды. Міне осындай кешенді проблемалар бар, бапкерлердің проблемасы бар. Оны шешпейінше біздің балалар өсе қоймайды. Балаларды жаттықтыратын енді осы балалар бапкері ең бірінші сол кісілер жауапты. Ол кісілерге барлығын ысырып салуда қате, оларды дамытуымыз керек. Жарайды, дамытатын уақытымыз жоқ делік, шетелден мамандарды алып келдік делік, бірақ Молдовадан емес шығар, Андоррадан емес шығар. Бұндай мемлекеттерден мамандарды алып келу қаншалықты дұрыс? Иә, легионер алып келдік пе? Алып келейік. Нидерландтан алып келейік, Англиядан алып келейік, Германиядан алып келейік, Бельгиядан алып келейік. Міне осы жақтардан алып келейік, ойыншылар көрсін, бұндай мамандар өздерінің жаңағы тәжірибесімен бөліссін, тек қана балалармен емес, бапкерлермен де бөліссін. Иә, негізі бұл мәселенің Қазақстан футболының балалар футболының, жастар футболының ахуалын шешетін шешімдер өте көп қой. Бірақ айта бергеннен пайда болмай тұр ғой, сол шешілмей жатыр. Біз айналып келіп Ресейден шақырамыз, Молдовадан шақырамыз, Белоруссиядан шақырамыз. Бұл елдердің футболы бізден алысқа кете қойған жоқ. Сондықтан еліміздің футболы дамысын десек, қазақ футболы, қазақ құрамалары әлем чемпионаттарына, Еуропа чемпионаттарына шықсын десек, біз сапасыз легионерлардан арылуымыз керек, біліксіз мамандардан арылуымыз керек. Болмаса біз осылай өтірік, әңгіл-әңгіл, ләкіл-ләкіл әңгімелермен жүре береміз. Осылай әңгіме айтып, кезекті циклдар өте береді. Қазақстан құрамасы сол қалған күйі қала береді. Қазақ футболының мәселесі шешілуі үшін ең алдымен дұрыс футболды түсінетін адамдар отырса, дұрыс легионерлер келсе, енді алаңдармен, стадиондармен клубтардың мәселесі енді шешіліп жатыр ғой. Олар жарайды шешіледі деп үміттенеміз, бірақ жаңағы мәселелер шешілсе, 10 жылда, алдағы 10 жылда 2025 болатын болса, 35-ке дейін кемінде 2030-дағы жарысқа барып қалуымыз да мүмкін. Бірақ деген нәрсе қалып қойып жатады. Бұл туралы не ойлайсыз? Төменге пікірлерге жаза кетіңіз. Бүгін немесе ертең, немесе бүгін видеоның шыққанына байланысты Қазақстан ұлттық құрамасы Солтүстік Македониямен ойнайды. Бұл ойындағы енді біздің ұлттық құрамаға сәттілік тілейміз. Әлбетте қиын, әлбетте өте зор қарсыластардың бірі. Бельгиямен енді теңбе-тең ойнады, өз алаңында ұпай алуға тырысады, екінші орынға ілігіп қалуға тырысады, тіпті мүмкіндік болса бірінші орынға да секіріп кетуге тырысады. Бұл команданың мотивациясы өте жоғары. Сондықтан қалпақпен ұрып аламыз деп отыр бұлар Қазақстанды. Қазақстан ұлттық құрамасы да бұған дайын болып, жақсы сапалы ойын өрнегін көрсетіп шығады деп үміттенемін. Ал сіздер пікірлер бөліміне өздеріңіздің ойларыңызды жаза кетіңіздер. Сіздермен бірге болған 90+7 келесі видеоларда көріскенше.